башымда опухоль бар екен, ошоға қарата қандай амалдарды қылсам болады? Аллаху акбар, Алла шипа берсін. Башыңызды оң қолыңызбенен қармаңыз. Қайерде айтқан болса, дарат алып, оң қолыңыз алақаныңызды қоясыз дағы, шашылбай, бисмиллахи, бисмиллахи, бисмиллахи 3 жол айтасыз. Андан кейін, ауду би иззатиллахи ва кудратихи мин шарри ма аджиду ва ухадиру 7 жол айтасыз. Иншалла. Анан иншалла қарап тұрып, Құда қаласа. Еш қыжалат болбаңыз. Зикирді күчейтіңіз, Алладан чын жүректен сұраңыз. Жоқтан опухольді жаратушы да Алла, жоқ қылушы да Алла. Бұл жоқ эле ғой, бұлчу. Қаяқтан келді? Бірі салып қойды өлі. Алла Тааланың қалаусыз болбойды. Демек иншалла Құда қаласа. Бұда егерде бар болып қалса қарап тұрыңыз, бар болып қалса, тағала тұра берсе, Алланың хикматы. Құда қаласа, бұнда сіз иншалла дуадан ешқашан бақытсыз болбайсыз. Дуадан ешқашан кемшілдік болбайсыз сізге. Екіншіден Алла Таалам шифа берген сөзсіз жеңілдесі бар. Анан иншалла мына бүгінгі күнде врачтарға да неме қылыңыз. Ана мынау неме бар ғой, Аллахумма салли. Қыстыл хинд деген бар. Білесіздер бе қыстыл хинд? Ушуну, зайтунду, балды, ушуну иншалла қолданғанда бардық замзамды ниет қылып қолданыңыз иншалла. Кимисинен қандай шифа беріп қойды Алладан. Өзіңізге Құранды көп дем салыңыз.